Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар, қалайсыздар? Зұлқымардың асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз және де миксерсіз осындай биік, жұмсақ дәмді кекстер рецептімен бөлісемін. Шаймен, кофелермен өте күшті кетеді. Парақшама тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз. Жылы айранымызды саламыз, немесе магазиннің кефирінен пайдалансаңыздар да болады. Менікі бұл жерде домашний айран. Бізде мұздай болмауы қажет. Міндетті түрде комнатный температурада болған дұрыс. Немесе кексіміз пісіп кезде іспей қалуы мүмкін, сондықтан енді бұл жерде сұйық майымызды құямыз. Сіздерге толық рецепті описанияға жазып қалдырамын, көрсеңіздер болады. Бетінде осылай сұйық май араласпай осылай қалқып тұрса, уайымдамаңыздар. Піскен кезде ол білінбейді, өте күшті болып шығады кексіміз. Енді ішіне електен шығарылған ұнымызды барлығын бірдесінен салмаймыз, 2-3 бөлікке бөліп отырып саламыз. Венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз біркелкі болғанға дейін. Бізде кекстің қамырының арасында түйіршік болып, комочка болып қалмау керек. Соны байқаңыздар, әдемілеп араластырамыз венчикпен. Бізде бұл жерде миксердің қажеті жоқ, миксерсізде өзі әдемі көтеріліп жұмсақ болып шығады кексіміз. Ең соң қалған ұнымызды салып, енді біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Бізде бұл жерде кекстің қамыры осылай қоюлау болады. Кейде басқа рецептпен істесеңіздер, ұны көп болды, кексім қою қамыр болып, қатты болып қалды деп жатады көбісі. Негізі бізде бұл жерде ондай қатты болмайды, жұмсақ әдемі болады. Енді лимонның седрасын сал жереміз, осындай теркадан шығарып. Дәм приятный болып, әдемі болып шығады кексіміз. Егер ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Енді үстінен 1 чайный ложка тола ас содамызды саламыз. Үстінен жарты лимонның согын құямыз, осылай сығып, ішіне коньяктерін алып тастаймыз. Бізде не үшін лимон соғы жаңағы ас содасының дәмін келтіріп қоймау үшін, жаңа кексімізді жеген кезде кейбір пысырықтарда, торттарда ас содасының дәмі келіп қалады. Сондай дәм болмастық үшін үстінен жарты лимонның согыны сығып құямыз. Біркелкі қылып тағы араластырып аламыз венчикпен. Енді ішіне өздеріңіз қалаған заттар салсаңыздар болады. Мен бұл жерде ішіне мейіз салғанмын, және де грек жаңғағын майда етіп турап салғанмын. Егер салмайым, ұнатпайым десеңіздер, салмасаңыздар да болады. Онысы да кекс күшті болып шығады. Немесе ішіне шие салсаңыздар болады, малина салсаңыздар болады. Ол енді өздеріңіздің қалауларыңызға қарай. Мына жерде енді туралған жаңғақ салып жатырмын, грек жаңғағын. Мейіз жаңғақтармен өте күшті болады кекстер. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді әрі тез дайын болады. Ішіндегі құрамындағы заттардың барлығы үйден табылатын заттар, қолжетімді. Енді кексіміз піскен кезде бетінде әдемі болып, күшті болып көрініп тұру үшін сәндеп осылай бірінші форманың ішіне сармай жағып, одан кейін барып жаңғақ төсеп жібереміз, сеуіп осылай. Кейін барып үстінен кексіміздің қамырын құямыз. Барлық жеріне бірдей етіп, бізде қазір піскен кезінде үстінде жаңғақтары болып әдемі болып көрінеді. Дәмді болады. Барлығыны әдемілеп бір тегісті етіп, барлық жеріне тегізіп жағамыз. Піскен кезінде бір жері қалыңдау, биік болып, бір жері төмен болып ісіп шықпау керек, бірдей болған дұрыс. Алдын ала қызып тұрған духовкамызда 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мына осылай бір-екі қимылдатып, осындай сілкітіп жерсеңіздер, барлық жері бір тегіс болады. Пісіп шыққаннан кейін міндетті түрде 1 сағаттан асықтай осылай бөлме температурасында суытып аламыз. Одан кейін барып шетін кішкене пышақтармен осылай көшіріп алып формасынан шығарамыз. Ыстық кезінде формасынан шығаруға болмайды, сынып кетеді. Сәл суығаннан кейін өзінің қалпына келеді, сол кезде шығарасыздар. Міне формасына шыққаннан кейін осындай күшті болып жаңғақтармен әдемі болып шығады кексіміз. Бетіне суығаннан кейін сахарный пудра сепсеңіздер болады.
Осымен біздің кексіміз дайын. Осындай сұлулық шығады бізде. Өте жұмсақ әрі дәмді болады. Пирог осы кексіміз жаңағы шаймен, кофелермен өте күшті кетеді. Қараңыздар, кесілген кезде де өте жұмсақ, нежный болып шыққан. Қазір ішін көрсетемін сіздерге. Ішіндегі мейіз жаңғақтарымен күшті болып шығады. Жұмсақ. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте күшті болады. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Зұлхұмар.